Сәлем әлем, сіздермен информатика ұбт эксперті Нұрбол Қалдыбаев. Бүгін Python'ды нөлден бастап код жазуды үйренетін боламыз. Кеттік. Жалпы не үшін Python'ды үйрену керек? Python ең оңай программалау тілдерінің бірі, ең танымал нөмір бірінші программалау тілі деп айтсақ та болады. Және ол өте көп IT саласында қолданылады. Және информатикадан ұбт-да міндетті түрде 10 сұрақтан көбісі осы Python тақырыбынан келеді. Түсінікті, иә? Енді ең алдымен Python'ды бастамас бұрын ол Python программасын біз орнатып алуымыз керек, және сол жерде біз не істейміз? Жұмыс жасайтын боламыз. Орнату үшін бірінші браузерге кіреміз. Ең алдымен python.org сайтына кіреміз. .org деп жазамыз, иә? Осы сайтқа кіріп, мына жерде downloads деген бар. Download'тың ішінен мына жерде Python'ның ең соңғы версиясын таңдап аламыз, иә. Сіздерде мына жерде басқа шығып тұруы мүмкін. Осы жердегіні басамыз. Басқаннан кейін бізде скачать етілді. Міне скачать етілді. Осыны басып орнататын боламыз. Қазір ашылсын. Міне ашылды. Мына жерде міндетті түрде мынаны add python.exe to path дегенді таңдап алыңыздар, иә. Одан кейін install now дегенді таңдай саласыздар. Python бізде орнатылып жатыр. Орнатылып болғаннан кейін осы Python IDE-мен жұмыс жасасақ болады. Python-нен, немесе бізге ыңғайлы болу үшін тағы да редактор бар. PyCharm деген редактор бар. Осыны жүктеп аласыздар, яғни Python-мен оңай жұмыс жасау үшін. Жаңағы Python.org-тан оны міндетті түрде орнату керек. Одан кейін барып біз PyCharm-ды орнатамыз, иә. PyCharm-ға кіреміз. Міне бізде PyCharm шықты. PyCharm-ды орнатқан кезде біз скачать деген басамыз. Скачаттың ішінен біз Community Edition-ді таңдаймыз. Неге? Себебі Professional деген ол бізде платный версиясы, яғни ақылы, ал Community деген версиясы ол тегін версиясы. Яғни осыны скачать етеміз. Бізде скачать етіліп жатыр мына жерде. Қазір күте тұрайық. Скачать етіліп болғаннан кейін біз PyCharm-ға кіреміз. PyCharm-ды орнатуымыз қажет. PyCharm-ды орнатқанда да мына жерде Next-ті басып орната береміз. Next. Мына жерде Desktop Shortcut, яғни мынаны бассаңыздар, рабочий столға ярлығы шығатын болады. PyCharm бізде орнатылып бітті. Мынаны басып Finish десек болады, бірден ашылып кетеді, немесе аяқтап, мынаны жинап, и рабочий столдан біз PyCharm-ға кірсек болады. PyCharm орнатылып болған соң, мынау рабочий столдан PyCharm-ға кіреміз, иә. Кіргеннен кейін мына жерде New Project дегенді таңдаймыз. Біз мына жерге проекттің атын жазсақ болады. Мысалы, мен Нұрбол Қалдыбаев деген сияқты жазайын. Сіздер өздеріңіз білесіздер қалағанша. Және мына жердегі Custom-ды баса салайық. Custom Environment. Мына жерде осы тұра берсін. И Python бізде мынау версиясын таңдаймыз. Және мынаған біз птичка ұрып қояйық, себебі main script бізге керек болады. Одан кейін болды, create-ті басамыз. Осылай бізде PyCharm ашылды. Кішірейтіп қояйын сәл сіздерге көріну үшін. Енді тексеру үшін біз не істейміз? Мына жердегі барлығын өшіріп тастаймыз, және мынаны алып тастайға. Енді PyCharm ашылғаннан кейін ең бірінші программамызды жазайық. Ең бірінші біз экранға шығару деген функцияны үйренейік. Экранға шығару бізде Python'да print деп аталады екен. Print жақшаны ашамыз, және оның ішінде мынандай тырнақшаға бір сөз жазамыз. Мысалы, сәлем әлем деген сөзді жазайға. Сәлем әлем деген сөз жаздық. Енді бұл программаны іске қосу үшін мышканың оң жағын басып, мына жердегі run main, яғни main деген файлымыз міне тұр, осыны біз іске қосамыз деген білдіреді. Немесе мына кнопканы бассаңыздар болады. Shift F10 деген, мынаны басайық. Ctrl Shift F10 десеңіз, осы файлды іске қосады. Іске қосқаннан кейін қарасақ, бізде сәлем әлем деген жазу экранға шығып тұр екен. Түсінікті, иә? Енді бұл жерде не үшін екілік кавычка қойдық, мына жерде тырнақша қойдық. Себебі сол тырнақшаның ішіндегі мәндерді Python біз не істейді екен, экранға шығарып береді екен. Енді тырнақшаның екі түрі бар, екілік немесе бірілдік тырнақша бар. Бірілдік тырнақшамен ашсақ, біз міндетті түрде сол бірілдік тырнақшамен аяқтауымыз қажет болады екен. Бізде де дәл солай жұмыс жасайды, дәл солай сәлем әлем деген сөзді экранға шығарып берді. Түсінікті, неге сәлем әлем? Себебі кез келген программалау тілін үйренгенде барлық адам программистер бізде
hello world деген сөзді шығаруды үйренеді. Ең бірінші, дәл сол сияқты соның қазақшасы бізде сәлем әлем деп аталады. Енді біз екі сөзді бөлек-бөлек енгізіп көрейік. Мысалы, сәлем деген сияқты, одан кейін әлем деген екі сөзіміз болсын. Ол жағдайда не істейміз? Егер де екі бөлек-бөлек сөз болатын болса, онда арасына біз не істейміз? Үтір қоя алады екенбіз. Үтір қойып іске қоссақ, бізде де дәл солай жұмыс жасай береді екен. Енді кейбіреулеріңізде Python немесе PyCharm орнатылмауы мүмкін, немесе компьютерлеріңіз, ноутбуктеріңіз жоқ болуы мүмкін. Яғни ол жағдайда біз не істейміз? Онлайн Python'ды қолдана аламыз. Егер сізде компьютеріңіз болмаса, телефон арқылы да онлайн Python қолдануға болады. Ол үшін браузерге кіріп, біз Python онлайн деп жазамыз, немесе онлайн Python деген сияқты. Яғни осыда кез келген бір түріне кірейік. Мысалы, мына жерде берілген екен. Дәл осыны өшіріп, жаңағы біздің print сәлем әлем деген сөзімізді шығарайық. Сәлем әлем деп. Іске қосайық. Мысалы, мына жерде run деген кнопканы басамыз. Бізде міне сәлем әлем деген шықты. Яғни дәл осылай онлайн Python'дарды қолдануға болады. Дәл осыны көшіріп, мысалы, басқа онлайн Python'ға кіріп көрейік. Мынаның ішіне өшіріп, қайта жазайық. Мысалы, run дегенді бастым. Міне бізде сәлем әлем деген сияқты шықты. Яғни сіздер онлайн Python деп кез келген сайттағы онлайн Python'ды қолдана бере алады екенсіздер. Түсінікті, яғни бұл компьютерлеріңіз жоқ болса, немесе компьютерлеріңізге PyCharm'ды дұрыс орната алмасаңыздар, осылай онлайн Python'дарды қолдана беруге болады екен. Түсінікті, енді біз сіздермен айнымалы дегенді үйренейік. Жалпы айнымалы деген не екендігін. Айнымалы бізде қандай? Білесіздер, егер басқа математикалық есептерді шығарсаңыздар, айнымалы дегенмен жұмыс жасап көргенсіздер. Айнымалы мәні мен типі бар шама, программалау жұмыс барысында айнымалардың мәні өзгеріп отырады. Мысалы, кез келген айнымалын берейік. A деген айнымалы болсын, немесе name деген айнымалы болсын. Оның айнымалының мәні бізде қандайға тең болсын? Мысалы, Нұрбол деген текстқа тең болсын. Енді дәл жаңағы принтімізді пайдаланып, біз print дейміз. Біз жаңағы сәлем деген сөзді шығарайық. Сәлем, және үтір қосып, сол айнымалымен бірге біріктіріп шығарсақ болады екен. Енді осы программаны іске қосып көрейік. Іске қоссақ қандай шықты? Бізде сәлем Нұрбол деген сөз шықты. Ол қалай? Print деген іске асты, сәлем деген сөзді шығарды, және оның қасына бізде name деген айнымалының мәнін шығарады екен. Қараңыздар, name деген айнымалының мәні бізде қандай? Нұрбол деген текст тұр екен. Егер де біз nameға қандай кавычка қойып қойсақ, не шығушы еді? Қараңыздар, іске қосайық, бізде сәлем name деп шығушы еді. Ал егер кавычканы қоймасақ, тек қана өзін жазатын болсақ, бізде нені шығарады екен? Мәнін шығарады. Бұлай да жазсақ болады. Яғни бізде нені шығарып береді екен? Сол айнымалыдағы мәнді шығарып береді екен. Түсінікті, Енді сандармен жұмыс істеуге болады. Мынау бізде тексттік күйінде болатын болса, жолдық типі, енді сандармен, мысалы, A тең, айтайық, кез келген бір 100 деген сан болсын. A-ның мәні 100-ге тең. Егер сандармен жұмыс істейтін болсақ, бізге мынандай кавычка, яғни тырнақша керек болмайды. Санды тек қана осылай жаза береміз. Енді print біз A дейік. Қандай мән шығады? Бізде экранға 100 деген сан экранға шықты. Енді мына жерде бағана айтқанымыздай мынандай тырнақшаға алып көрейік. Ол кезде не шығады деп ойлайсыздар? Ол кезде бізде A деген әріптің өзі шығып қалады, яғни мәні емес. Енді біз былай істейік. A қосу 5 деген сияқты арифметикалық операция орындап көрейік. A-ға 5-ті қоссақ, бізде қандай жауап шығу қажет? 105 деген, мына жерге A-ның орнына 100-ді қояды, 100-ге 5-ті қосады, және оны экранға шығарып береді екен. Енді егер де біз 100-ті сандық емес, мынандай жолдық типті қылатын болсақ, онда бізде не береді? Қате береді, жолға санды қоса алмаймыз деген сияқты қателікті береді екен. Одан кейін тағы да бір екінші айнымалын беріп көрейік. Мысалы, B тең болсын, бізде 25-ке тең болсын. Енді A қосу F-ның мәнін есептеп экранға шығарайық. Іске қосамыз. Іске қосқанда бізде қандай мән шықты? 100-ге 25 қосты, 125 деген сан шығады екен.
Түсінікті, иә? Дәл солай біз тағы не істей аламыз? Қосудан бөлек азайтуды орындай аламыз. Азайтайық. Одан кейін бөлуді де орындай аламыз. Бөлуге 4 шығады. Және одан кейін біз не істей аламыз? Көбейтуді де орындай аламыз. Яғни барлық математикалық операциялар бізде орындала береді екен. Түсінікті, иә? Енді дәл жауабы бізде тек қана сан шығып тұр ғой. Оның қасына біз мынандай текстті қоса аламыз деп айттық, иә? Мысалы, жауабы мынандай болсын, иә? Қос нүкте тырнақшамен жабамыз и үтір берейік арасына, иә? И дәл осыны іске қоссақ, бізде қалай шығады? Әдемі болып жауабы деген сөз шығады, және мынаның несі нәтижесі жанына шыға салады екен. Түсінікті, иә? Енді біз сіздермен дәл қазір екі түрлі типті үйрендік, жолдық тип және сандық тип. Негізінен басқа да типтердің түрлері бар бізде. Мына жерде қарасаңыздар, int деген ол бүтін сан. Бағанағы 100 деген санымыз ол бүтін санның типі. Яғни ол int деп аталады, немесе integer толығымен айтқанда, бірақ Python тілінде осылай int деп жазылады екен. Яғни ол кез келген бүтін сандар минус сан болуы мүмкін, плюс сан болуы мүмкін деген сияқты. Енді нақты сан деген бар бізде, float деген. Ол қандай бөлшек сандар, 25,56, немесе 5,0, минус 360 мынандай деген сандар, үтірмен жазылатын сандар, нүктемен, яғни. str деген тип бар, ол str типін біз сіздермен қазір ғана үйрендік, ол қандай бізде жолдық типтер. Жол дегеніміз ол кәдімгі текстік. Мысалы, мынандай тексттер жазуға болады. Және төртінші тип, ол bool деген тип, ол тек қана логикалық өрнек, яғни ол true немесе false деген екі ғана мәнді қабылдай алады екен. Түсінікті, біз сіздермен int пен str-ді қалай қолдану керектігін жаңа ғана үйренген болатынбыз. Енді сіздермен біз былай жұмыс жасайық, мәндерді қалай енгізуге болады, соны үйренейік. Мысалы, біз мына жерде 100 деген санды өзіміз енгізіп қойдық, ал кейбір жағдайда пользователь, яғни қолданушының өзі бергісі келуі мүмкін ғой, 100 деген санды емес, басқа санды беруі мүмкін. Ол кезде біз пернек тақтадан енгізуді қолданамыз, яғни мына жерге кез келген санды енгізе аламыз. Ол үшін біз былай істейміз. Мысалы, a тең, пока өшіп тұрайық, input деп жазамыз. Input. Input деген ол қабылдап алу деген білдіреді екен. Print, мына жерге a-ның өзін шығара салайық. Пока мыналарды өшіп тастайық, артық нәрселерді. Міне, іске қосайық, іске қостыға, мына жерге енді a-ның мәні неге тең болып тұр? Inputқа. Input дегенде біз қай жерден енгіземіз? Мына жерге мышкамен басып, мысалы 28 деген санды енгізейік. Enter'ді басам, и бізде қандай 28 деген санды қайтадан экранға шығарып берді. Түсінікті, Енді көбейту 3 деп көрейік. Осыны 3-ке көбейтіп шығарып. Іске қосамыз, іске қостым, мысалы 34 деген санды енгіздім. Қарасаңыздар, 34 деп 3 рет шығарып берді. Не себепті? Біз 34-ті 3-ке көбейту керек еді ғой деп қаласыздар, бірақ олай болмады. Не себепті? Себебі input тек қана жолдық типтерді қабылдайды екен. Жолдық типтер дегеніміз ол бағанағы тырнақшаның ішіндегі мәндер, сан деп есептемейді, жол, яғни текст деп есептейді екен. Яғни текст деп есептегені үшін сол 34-ті 3 рет көбейтіп жанына жазып қояды екен. Яғни мына жерде біз мысалы сәлем деп берсек, сәлем деп 3 рет экранға шығарып беруші еді. Енді біз жолдық тип емес, сандық типті қабылдауымыз үшін, яғни int деген бүтін сандарды қабылдау үшін не істеуіміз қажет екен? Алдына int деп жақшаны ашып, ең соңында біз не істеуіміз қажет екен? Жақшаны қайта жабуымыз қажет екен. Осы кезде ғана біз программамыз жұмыс жасайды. Мысалы 34 деп жазайын, Enter 102 деп шығарып берді. Яғни 34-ті 3-ке көбейтіп, сан ретінде көбейтті, сол кезде 102 шығады екен. Түсінікті, яғни жай ғана input жасақ ол жолдық тип, int-ті қоссақ ол бүтін санның типін енгізіп алады екенбіз. Келесі, мынаны енді әдемілеп жазсақ та болады. Мына жерге мысалы сан енгіз деп жазсақ болады. Енгіз деп осылай жазып қойсақ та болады. Сол кезде әдемірек шығатын болады. Яғни мына жерде сан енгіз деген былай шығып тұрады. Қараңыздар, сан енгіз деп тұр. Яғни мына жерге кез келген санымызды енгізе аламыз. Enter десек 75 деген сияқты. Немесе мына жерге тоже әдемілеп қойсақ, жауабы қос нүкте жабамыз, үтір. Осылай да әдемілесек болады. Яғни әдемілей берсек, әдемілей беруге болады.
25 десек, жауабы 75 деп бізге шығарып береді екен. Түсінікті, мына жерге инпуттың ішіне тырнақшаның жазған сөзіміз экранға дәл солай шығады. Бізге енгізетін нәрсені әдемілеп енгізу үшін бізге керек болады. Енді біз сіздермен кішігірім тапсырма орындап көрейік. Шаршының А қабырғасының мәні берілген, оның периметрін анықтаңыз дейді. Яғни мысалы А тең 6 деп енгізсе, яғни периметрі 24 деп шығару қажет екен. Яғни бұл есепті қалай шығарамыз? Бұны шығару үшін біз барлығын өшіріп тастайық. Шаршының мәні берілді. Шаршының мәні бізде қандай? А тең қолданушы өзі енгісіне input деген сияқты. Енді периметрін табу қандай? Шаршы деген ол квадрат. Квадраттың периметрі 4 қабырғасында бір-біріне қосқан кезде. Яғни P тең болсын 4 көбейту А деген формула бар еді. 4-ті көбейтеміз бір қабырғасына. Және оның экранға шығарамыз. Print, мысалы, P тең болады өтір P-ға, осылай жазайық. Іске қосамыз, мысалы, бір қабырғасы 4-ке тең болсын. Қате басылып кетті мына жерде. Бір қабырғасы 5-ке тең болсын, P неге тең болады екен? 20-ға тең болады екен, периметрі. Немесе бұлай әдемілеп те істесек болады. А тең деп, и мына жерге тағы бұлай қоспайық, ранды басамыз. Мысалы, А-мыз 6-ға тең болсын, и P бізде 24-ке тең болды деп жауап шықты. Яғни, осылай есептерді шығара беруге болады екен. Енді келесі есеп, сынып бөлмесінің ұзындығы А және енді Б берілген осы бөлменің периметрі мен ауданын есептейтін сызықтық программа құр дейді. Мысалы, А 6-ға, В 9-ға деп енгізген кезде периметрі 30, ауданы 54 деп шығару қажет. Бұл есепті қалай шығарамыз? Бұл да дәл солай. Яғни бізде А мәні берілген, мына қатарды көшіріп алып, астына В деп енгізуге екінші айнымалыны енгізейік, екінші айнымалыны. Бұны мына жерде Б тең деп алайық. Енді периметрін тапқанда оның формуласы қандай еді? 2 көбейту 4 А қосу В деген, 2 көбейту А қосу В деген формула бар еді, естеріңізде болса. S ауданы қалай табылатын еді? S тең А көбейту В, яғни екі қабырғасын көбейте саламыз. Және экранға шығару керек, бізде бірінші P-ны, екінші S-ті шығарады екенбіз. P тең осы тұра берсін, екінші S-іміз тұрсын, print S тең болады үтір S. Іске қосайық, ранды басамыз. А-ның мәні, мысалы, мына жерде 6 мен 9-ды берді, дәл сол мәнді беріп көрейік. 6 және 9-ды берейік, Enter. И бізде не шықты? Мына жерде екі жақша қойып жеріппіз, байқамай, оны өшіріп тастайық, және іске қосамыз. 6 және 9. Бізде не шықты? P тең 30, S тең 54 деген сан шықты. Яғни есебіміз дұрыс шығып тұр екен. Яғни басқа кез келген мәнді берсеңіз, дәл соған лайықты есептеп беретін болады. Түсінікті, Енді түсінікті болса, бізде келесі тапсырма бар. Бұл тапсырманы шығармас бұрын тағы да сіздерге бір нәрсе түсіндіріп кетуім қажет болып тұр. Бізде бөлген кездегі қалдық мәнді табу деген бар. Ол мынандай процентпен белгіленеді екен. Ол дегеніміз не? Мысалы, print жазайға 5-ті процентпен бөліп 2-ге. 5-ті 2-ге бөлгенде қанша қалдық қалады? Соны есептейді екен. Іске қосайық, қанша шығады? 1 қалады. Ол қалай шықты? 5-ті 2-ге бөлгенде қалай 1 шықты? Ол үшін мына жерден сіздерден көрсетейін. Мысалы, 5-ті бөлеміз 2-ге. Нешеден береміз? 2-ден берейік. 2-ні 2-ге өтеміз 4. Азайтамыз. 1 қалдық қалды. Және 2 не қалды? Бүтін бөлігі қалды. Яғни бізде қалдығын есептейді екен. Сонда қандай шықты? Бағанағы жердегі біріміз осылай шығады екен. Немесе print жазайық. 7-ні бөлейік, мысалы 5-ге, 7-ні 5-ге бөлгенде қанша қалдық қалады? Іске қосамыз, 2 қалдық қалады екен, 2 қалдық. Бұл қалай шықты? Бұл да дәл жаңағыдай 7-ні бөлдік 5-ге, қаншадан береміз? 1-ден береміз, 5 азайту 2 не қалдық, 1 бүтін қалады екен. Бізде қалдығын есептейді процент, сонда 2 қалдық деп экранға жаңағы жерге шығарып берді. Енді басқа жағдайды қарайық. Print, мысалы бізде 9-ды бөлейік 4-ге, 4-ге бөлгенде қанша қалдық қалады? Бұл жерде білеміз 1 қалдық қалады, яғни 8 болады, и тағы 1-ді қоссақ 9 деп есептей салады екен.
Енді мынандай жағдайда не істейміз? Мысалы 5-ті бөлеміз айтайық 21-ге. Бұл жағдайда не шығады деп ойлайсыздар? Іске қосайық. Не шықты? Бізде 5 деген санның өзі шықты. Яғни біз кіші санды үлкен санға бөлгенде қалдығы сол кіші санның өзі шығады екен. Ол қалай шықты? Мысалы мына жерге есептеп көрсетейін. 5-ті бөлеміз 21-ге. Біз қаншадан береміз? 0-ден береміз. 0-ден берсек 21-ге көбейтеміз. Ол қанша болады? 0 болады. Азайтамыз 5. Бізде не болады екен? Қалдық 0 бүтін болады екен. Сонда қалдығы 5 деп осылай шығарып береді екен. Түсінікті, және керісінше болса, оны бағанағыдай шығара саламыз. 21-ді бөлейік мысалы 5-ке. Бұл жағдайда не шығады? Әрине 1 шығады. Ең соңғысы міне 1 шығып тұр. Бұны дәл жаңағыдай есептей саламыз. 21-ді бөлеміз 5-ке. Қаншадан береміз? 4-тен 20 болады. Азайтамыз 1 не болды? Қалдық 4 ол бүтін болып шығады екен. Түсінікті, процент деген не екендігін. Енді бөлген кездегі бұл қалдығын шығарды. Бөлген кездегі бүтін бөлігін шығару үшін біз не қолданамыз? Мынандай бізде екілік бөлу деген бар екен. Екі бөлуді қолдансаңыз, бөлген кездегі бүтін бөлігін шығарады екен. Яғни 5-ті 2-ке бөлсек, қанша жері бүтін болады оның? Яғни 2 бүтін шығады. Яғни ранды басайық. Міне қараңыздар, 2 бүтін деп шығарып берді. 7-ні 5-ке бөлсек, қанша қалады? Бізде 1 бүтін шығу керек. Міне 1 бүтін. 9-ды 4-ке бөлсек, қанша бүтін шығады? 2 бүтін шығады. Жерде 2 деп шығу қажет. Міне 2 шығып тұр. Және 5-ті 21-ге бөлгенде қанша бүтін қалады? 0 бүтін қалады. 0 шығу қажет. Қараңыздар, міне 0 шықты. Және 21-ді 5-ке бөлгенде қанша бүтін қалу керек? 4 бүтін қалуы қажет. Міне 4 деп шықты. Яғни бағана көрсеткен, мысалы мына жерде 5-ті 2-ке бөлгенде қанша бүтін қалған еді? 2 бүтін қалған еді. 7-ні 5-ке бөлгенде 1 бүтін қалды. 21-ді 5-ке бөлгенде 4 бүтін қалды. 5-ті 21-ге бөлгенде 0 бүтін қалды деген сияқты осы бүтін бөлігін шығарып береді екен. Түсінікті, яғни бізде бөлген кездегі бүтін сандарды шығарып беретін осындай операция бар. Енді бұл мына тапсырмаға қалай келеді? Бұл жерде не деген? Екі таңбалы санның цифрларының S қосындысын табатын программа құрастыр. Яғни мысалы бізге 89 деп енгізсек, бізге қалай 8 қосу 9 деп шығару қажет екен. Сонда бізде қанша болады? 17. Яғни мәні қандай? 17 деп шығарып беру қажет екен. Енді бұны шығару үшін біз не істейміз? Бұны шығару үшін дәл жаңағы қалдықпен бөлуді пайдаланады екенбіз. Ол қалай? Яғни 89-ды қаншаға бөлсек 9 қалдық қалады. Мына жағындағы 9 қалдық қалады. Қаншаға деп ойлайсыздар? Әрине 10-ға. 89-ды 10-ға бөлсек, мысалы бөлейік 10-ға, қаншадан береміз? 8-ден береміз, 80 болады. И бізде қанша? 9 қалдық қалды, 8 бүтін қалады екен. Яғни 89-ды бұлай істесек, процентпен 10-ға бөлсек қанша қалады екен? Бізде 9 қалады екен. Жерде 10 деп жазайық. Жазып қойыппын. 9 шығады екен, яғни 10 бөлігін алып алып. Енді бүтін бөлігін алу үшін біз не істейміз? 89-ды бұлай бөлеміз қаншаға? 10-ға. Сол кезде 8 шығады. Яғни шыққан екі мәнді бір-біріне қосып жіберсек, цифрлардың қосындысын табуға болады екен. Енді осыны программа күйінде жазайық. Бірінші жазайық. A тең болсын input, яғни кез келген санды енгізіп алайық. Енді осы санның мысалы 2 бөлігін алайық. A1 болсын, яғни бірінші бөлігін алу үшін біз не істейміз? Бағанағы қалдығын алайық, яғни оң жағындағы санды. Ол үшін процент 10-ға бөлеміз. Енді екінші бөлігін алу үшін A2 бізде неге тең болады? A-ны бүтін бөлгенде 10-ға тең болады. Сонда A1 деген сол оң жағы, A2 деген ол сол жағы болады екен. И десе саламыз print деп экранға A1-ге қоса саламыз A2-нің мәнін. Есептейік, ранды басамыз. Мысалы бағанағы 89 деген санды енгіздік, бізде 17 деп шығарып берді. Басқа санды енгізейік, мысалы 27 деп енгізейін. Не істеді? 9 деп шығарып берді. Яғни A-ға біз нені енгіздік? 27-ні енгіздік. 27 A1 неге тең болды? 27-ні 10-ға бөлгендегі қалдығы. Ол қайсы? 7-ге тең болды. A1 7-ге тең болды. A2 неге тең болды? A-ны бөлгендегі 10-ға бүтін бөлігі.
бүтін бөлігі қанша? 2 қалды, яғни А2 бізде 2-ге тең болады екен. Және экранға 7 қосу 2 бізде қандай? 9 деп шығарып берді. Яғни біздің есебіміздің шартын қанағаттандырады екен. Түсінікті, я? Енді бұл біз өткен тақырыптың барлығы ол пока сызықтық алгоритм деп аталатын. Яғни сызықтық алгоритм дегеніміз не? Ол қадам-қадаммен орындалу алгоритмі сызықтық алгоритм деп аталады екен. Яғни, мысалы, бірінші қатар міндетті түрде орындалады, екіншісі міндетті түрде, үшіншісі, төртіншісі міндетті түрде орындалады деген сияқты. Ал екінші алгоритм түрі бар, ол бізде тармақталған алгоритм. Ол дегеніміз не? Яғни ол орындалу керек қадам белгілі бір шарттың орындалу немесе орындалмауына байланысты жүзеге асырылатын алгоритм екен. Тармақталған алгоритмде бізде егер, онда, әйтпесе деген сияқты сөздер қолданылады. Мысал келтірейік, тармақталған алгоритм, сіз таңертең тұрдыңыз, егер далада жаңбыр жауса, қолшатыр алып алам дейсіз, егер күн шуақты болса, жеңіл киінем деген сияқты. Яғни бұл нені қолданып, егер мынандай болса, онда былай істеймін. Әйтпесе, ештеңе алмаймын деген сияқты мәндерді айтуға болады. Яғни бірдеңе болса, былай істеймін, болмаса, былай істеймін деген сияқты. Дәл осы бізде тармақталған алгоритм деп аталады екен. Енді бұны Python'да қалай жазамыз? Python'да жазу үшін біз мынандай нәрсені қолданамыз. Мысалы, А тең, айтайық, сіздің ересек адам екеніңізді анықтайтын код құрастырайық. Мысалы, сіздің жасыңыз айтайық 14-ке тең болсын. Тексереміз, if деп жазамыз. If деген егер деген білдіреді екен. Яғни, егер, осы тармақталған алгоритм бізде, егер сіздің жасыңыз үлкен болса 18-ден, егер сіздің жасыңыз 18-ден үлкен болса, қос нүкте қоямыз, enter басамыз. Онда қандай болады екен? Print жазайық, ересек деген жазу шықсын, я? Іске қосайық, іске қосамыз ранды, и бізде ештеңе шықпады. Яғни, мына жерде 14 саны мына жерге қойылады. 14 18-ден үлкен ба деп сұрайды. 14 18-ден үлкен ба? Жоқ, үлкен емес. Сондықтан бізде мынау не істейді? Орындалмай қалады. Орындалмағандықтан не істейді? Бірден мына төменге түсіп кетеді екен. Егер де мысалы мына жерге біз 20 деп енгізсек, не шығады бізде? Мына ересек деген жазу шықты. Яғни мына жерге 20-ны қояды. 20 18-ден үлкен болғандықтан мына қос нүктеден кейінгі мына жерде 30 туп бар. Осының ішіндегінің барлығы орындалады екен. Яғни ересек деген сөз экранға шығарылады екен. Енді бізде шарт орындалмай қалды, бағана мысалы 14 деді, ештеңе шықпады. Егер бірдеңе шығарту үшін біз екінші шарт бар, ол else деген бар. Else қалған жағдайдың барлығында деген білдіреді. Егер мынау шарт орындалмаса, онда қалған жағдайдың барлығында бізде мысалы print жас бала деген сөз шығара салсын, я? Мысалы экранды іске қосайық, бізде не шықты? Жас бала деген сөз шығады екен. Яғни 14-ті мына жерге қойды, орындалмады, орындалмағандықтан else деген міндетті түрде орындалады екен. Қалған жағдайдың барлығы деген білдіреді else, я? Қалған жағдайдың барлығында. Ал егер мысалы мына жерге 20 деп енгізсек, ранды бассақ, қандай? Ересек деген шығады. Егер мынау шарт орындалса, онда else шарты орындалмайды екен. Егер мысалы мына жерге 18-ді енгізсек, бізде қандай? Жас бала деп шығып қалды. Бірақ ол дұрыс емес, ересек деп шығу керек еді. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз мына жердегін турлаймыз. Яғни ол А варианты үлкен немесе тең болу қажет 18-ден дегенді қосамыз. Яғни үлкен де болады, немесе тең де бола алады дегенді осылай жазады екенбіз. Ранды басайық, міне ересек деген шықты. Енді бұндай мағыналар, яғни тең деген бізде екі теңдікпен шығарылады, тең емес деген қос нүкте леп белгісі тең болады, үлкен, кіші, үлкен не тең, кіші не тең деген осылай жазылады екен. Мысалы, айтайық, егер 18-ге тең болса, қателеспеңіздер, екі тең деген ол салыстыру деген білдіреді. Тең болса, ересек, қалған жағдайдың барлығында жас бала деген шықсын, я? Мысалы, жазайық, ересек деді, егер 18-ге тең болса. Мысалы, 50 деп жазсақ, қайсысы шығады деп ойлайсыздар? Бірінші 50-ді мына жерге қояды. 50 18-ге тең ба? Тең емес, сондықтан мынау шарт орындалмай қалады да, else деген шартқа өтіп кетеді екен. Қараңыздар, жас бала деген шығып қалды. Яғни, мынандай екі теңіз деген ол бір-бірімен салыстыру деген білдіреді, бір-біріне тең ба деген білдіреді. Бұлай
тең деген ол қате. Ол мына жерде ғана бір теңдік жазылады. Мына жерде біз екі теңдік арқылы салыстырып көреміз. Түсінікті, иә? Тең емес дегенде дәл солай жүзеге асады. Мысалы, тең емес болсын 18-ге. Яғни мына шартта не орындалады? Іске қосайық, ересек деген шықты. Не үшін? Себебі 50-ді мына жерге қояды. 50 18-ге тең емес дейді. Дұрыс па? Дұрыс, 50 18-ге тең емес. Тең емес болғандықтан мынау шартымыз орындалып, ересек деген жазу шықты. Ал егер мына жерге 18 деп қойсам, іске қоссақ не шығады? Жас бала деп шықты. Неге? Себебі 18-ге 18 тең емес дейді. Тең емес па? Қате, екеу бір-біріне тең. Сондықтан мынау шартымыз орындалмай қалып, else бізде орындалып кетеді екен. Түсінікті, иә? Түсінікті болса, онда біз тағы бір мысал келтірейік. Екі санның үлкенін табатын программа құрастырайық. Мысалы, A саны берілген және V саны берілген, 25. Енді осы екеуінің ең үлкенін шығаратын программа құрастырайық. Ол үшін не істейміз? Ол үшін былай тексерейік. Егер A саны үлкен болса V санынан, онда біз қайсысын экранға шығарамыз? Print үлкен сан керек бізге, үлкені ол A болып тұр. A V-дан үлкен болса A-ны шығарамыз. Әйтпеген жағдайда, қалған жағдайдың барлығында V санын экранға шығара саламыз. Яғни үлкені V саны болады екен. Түсінікті, ранды басайық. Бізде не шықты? 25 деп шықты. Яғни мынаның екеуінің үлкен шықты. Егер мынаған, мысалы, 30 деп енгізсем, экранды қосайық, и бізде үлкен сан 30 деп шығарады екен. Түсінікті, иә? Енді біз сіздермен қарапайым Pythonда калькулятор құрастырайық. Қаралай Pythonда калькулятор кодын құрастыруға болады. Бірінші жазайық, бізге қолданушы былай болсын. Бір санын жазады, мысалы, бір санын жазады, 5-е, екінші санын жазады, мысалы, 2, и үшінші азайту жазсын. Сол кезде 5-тен 2-ні азайтатын программа құрастырайық. Ол үшін не істейміз? Бірінші сан айтайық A болсын. A тең болады int input арқылы енгізіп алайық. Оған жазайық бірінші сан деп жазайық, бірінші сан болсын. Енді дәл осылай екінші санды да енгізіп алайық. Дәл осылай енгізіп алайық. Мына жерге жазамыз. Бұл бізде V болсын, V. Екінші сан болсын. Екі сан енгізді. Енді бізге арасындағы оператор енгізсін, азайту ма, көбейту, қосу, или бөлу ма, таңдасын біреуін. Ол бізде x боласасын, x тең болады input жазайық. Айтайық оған, оператор деп жазып қояйық. Оператор, мысалы, таңдасын, қандай таңдай алады? Мысалы, қосуды, азайтуды, бөлуді, көбейтудің біреуін таңдасын деген сияқты сөз беріп қояйық. Іске қосайық, іске қостық, бізде мынандай шықты. Мысалы, бірінші сан 5 болсын, екіншісі 2 болсын, и мынан біреуін таңдасын, азайтуды таңдасын. Пока ештеңе орындалмайды. Орындалу үшін біз мына жерге енді программамызды құрастырамыз. Енді жазамыз, егер қолданушы x енгізген нәрсесі x тең болса, қандайға? Қосуға. Яғни мына жердегі x-іміз енгізген ол қосуға тең болса, онда біз не істейміз? Екі санды бір-біріне қоса саламыз. S тең болсын, A қосу V болсын. Түсінікті, енді тағы да бізде мынандай нәрсе бар. Егер мынау шарт орындалмаса, бағана else дегенді өттік. Енді elif деген бар. Elif деген бар. Егер бірінші шарт орындалмаса, онда екінші шартты тексеру деген бар екен. Бағана else-тің ішіне ешқандай шарт жазбайтын едік қой, ал elif-тің ішіне шарт жазалады екенбіз. Elif деп жазамыз. X тең болсын, мысалы, азайтуға, азайтуға тең болса, онда біз не істейміз? S тең болсын, A минус V-ның мәніне тең болсын. Енді дәл солай біз не істей аламыз? Тағы да elif-ті жазаламыз. X тең болсын, мысалы, азайтудан кейін, мысалы, бөлуге тең болса, онда S тең болады A бөлу V-ға. Және одан кейін тағы да жазамыз. Elif X тең болса, қандайға? Көбейту алды. Көбейтуге, ондай жағдайда
с тең болсын а көбейту в-ға. Және ең соңында біз не істейміз? Print жауабы дейміз да, енді шығарамыз, мына жерге с-ның мәнін шығара саламыз. Міне біздің үлкен кодымыз шықты. Іске қосайық. Міне бірінші сан дейді. Ол бізде мынау тұр, мына жерде тұр. Бірінші санға айтайық 15 болсын. Enterді басайын. Екінші сан, мынау екінші қатарымызға өтті. Екінші қатарымызда не дейді? Екінші сан дейді. 5 деп жазайын. Enter. Енді оператор таңда деп тұр, мына жерде таңда деп тұр. Қайсысын таңдайық? Мысалы, азайту болсын, мына жерге минусты енгізейік. Минус, Enter дедім, и жауабы 10 деп шығарды. Ол қалай шығарды? X-іміз минусқа тең болды. Бірінші тексереді, егер X-іміз тең болса плюсқа. Плюсқа тең ба? Тең емес, минусқа тең. Сондықтан мынау орындалмайды. Бұл орындалмаса, екінші элифке өтеді. Элифке өтеді, X-іміз тең болса минусқа дейді. Минусқа тең ба? Тең. Тең болғандықтан мынауымыз орындалады. С тең болады А минус В. А бізде 15, азайту 5 тең 10 болады екен. С-ның мәні 10-ға тең болады. Элиф орындалғандықтан басқа элифтар уже орындалмай қалады да, бірден ең астына түсіп кетеді екен. Ең астында бізде не тұр? Print жауабы С бағанағы 10 деген жауап бізде шығады екен. Енді басқа мәнді енгізіп көрейік. Айтайық 3, 7 болсын. И оператор бізде көбейту болсын. Көбейтуді енгізейік. Бізде жауабы 21 деп шығарып берді. Түсінікті, қалай шыққаны? Мына жерге былай істеп қойын, сәл әдемірек көріну үшін оператор таңда деп қосылайын. Таңда деп, мыналарды таңдасын біреуіне. Енді бізде басқа нәрсе таңдауы мүмкін. Мысалы 2, 3 деді, и таңда дегенге айтайық, мынандай басқа нәрсе таңдап жібердік. Enter. Ошибка шығып қалды. Бұндай болмас үшін біз не істейміз? Мына жерде қай жерден істесек болады? Мына жерде элифтардың ішінен қай жерін таңдай аламыз? Біз инпутқа мынандай мәнді бер жерді, бірақ оны таппай қалды. Оны таппағанда тағы ең соңына былай жазсақ болады. Else. Else-қа жазсақ болады. Else-қа не деп жазсақ болады? Яғни мыналардың ішінен таппаса, онда қате деген сөз шықсын. С тең болсын, айтайық, қате деген болсын. Қате. Іске қосайық. Мысалы, біріншіге 5, екіншіге 2 деп жазды. И мынаған, мысалы, H деп жазып қойды. Онда не шықты? Жауабы қате деп шығарды. Неге? Себебі мына жерде H берілді, X-қа H деген мән берілді. X тең болды H-қа. Дұрыс емес. Мынау дұрыс емес болады, дұрыс емес болады, дұрыс емес. И ең соңында қалған жағдайдың барлығында else орындалады. Else орындалғанда с-ымыз қатеге тең болады. Print жауабы қате деп экранға шығарып береді екен. Түсінікті, қазір ғана біз сіздермен Python'да қарапайым калькулятордың программасын құруды үйрендік. Дәл солай үлкен программалардың барлығы осылай қарапайым әдістер арқылы жиналып үлкен программаларды құрайды екен. Енді бұны ары қарай сәндеп, әллеп, күштірек қылып жасай беруге болады. Оған енді көбірек уақыт кетеді. Бұл сіздерге тек қана қарапайым бөлігін көрсеткен болатынмын. Енді егер сабақ сіздерге ұнаса, онда көбірек практика жасағыңыз келсе, осы бүгінгі өткен тақырыптан көбірек практика жасағыңыз келсе, онда сіз тест тапсырмаларын ала аласыз. Осы сабақтың практикалық есептер шығаруға, яғни Google Forms'та тест тапсырып көрсеңіз болады, өзіңізді біліміңізді тексеруге. Оны алу үшін мына жерде Нұрбол Қалдыбаев деген менің Instagram бар. Осы Instagram'ма директіне Python деп жазсаңыз, мен сізге осы Python'дағы тест тапсырмаларын берем, және практикалық есептерді ала аласыздар. Шешіммен осы тақырып бойынша. Түсінікті, міндетті түрде Python деп жазып жіберіңіздер менің Instagram'ыма. Сіздерге міндетті түрде қай кезде жіберсеңіздер де сіздерге осы тест тапсырмаларын жіберетін боламын. Түсінікті, енді егер сіздерге информатика курсы қызық болса, ұбт-ға дайындайтын, бізде информатика курсы бар. Ол туралы осы видеоның описаниясында WhatsApp нөмір бар, сол нөмірге міндетті түрде жазыңыздар. Және егер сіздерге сабақ пайдалы болса, онда міндетті түрде лайк басып, подписка жасап қойыңыздар, және өз ойларыңызды комментарийге жаза кетіңіздер.
Ал олай болса, сабақ пайдалы болса, келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар, сәттілік.